Қайырлы күн, бүгін бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын қалай құрастыратынымызды көрсеткелі отырмын. Алдымен қай бөлімді аяқтадыңыздар, сол бөлім бойынша өтілген тақырыптарға байланысты оқу мақсаттарын таңдап аласыздар. Одан кейін оқу мақсаттарын таңдап алғаннан кейін сол оқу мақсаттары бойынша бағалау критерийлерін шығарасыздар. Мысалы, бірінші өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік немесе өмірбаян жазу, біз күнделік жазады деген критерий аламыз. Негізгі түбірге жұрнақ жалғау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес сөздердің мағынасын ажырату деген оқу мақсатына біз түбірлес сөздер жасайды деген критерий алдық. Сосын сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерін ажырату деген оқу мақсатынан біз сөйлемнің тек тұрлаулы мүшелерін анықтайды деген нақты критерий қоямыз. Сосын мұғалімнің көмегімен жалаң жайылма сөйлемдерді ажырату деген оқу мақсатынан жалаң жайылма сөйлемдерді ажыратады деген 4 критерий алдық. Осы 4 критерийге тапсырма құрастырамыз. Бірінші критерий бойынша үлгі береміз. Сосын үлгіні оқып, өзінің 3 күндік әрекетін, 3 күндік өмір баянын, күнделігін жазады. Одан кейін екінші критерий бойынша түбірлес сөздер жасайды. Сызба береміз. Түбір сөздерге жұрнақтар жалғау арқылы түбірлес сөздер жасайды. Үшінші критерий бойынша сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін ажырату. Бұл кезде мәтін береміз. Мәтінді көшіріп жазып, сөйлемдерін мәтін ба бересіз, көшіріп жазып, бастауыш баяндауышты тауып, астын тиісті сызықпен сызады. Соңғы критерий жалаң жайылма сөйлемдерді ажырату. Бұл кезде мәтін береміз. Мәтіннен жалаң жайылма сөйлемдерді тауып, оны жалаң сөйлемдерге айналдырып жазады. Енді осы 4 тапсырмадан шығатын бағалау кестесі. Күнделік жазады деген критерийге 2 дескриптор шықты. 3 балл, 3 күндік, өйткені 3 күндік әрекетін жазады 3 балл. Сосын түбірлес сөздер жасайды деген критерийге 2 дескриптор. Түбір сөздерден туынды сөздер жасайды, түбір сөзге тиісті жұрнақ жалғайды 2 балл. Сөйлемді қатесіз көшіріп тұрлаулы мүшелерін астын сызады 2 балл. Мәтінді оқиды, жайылма сөйлемдерді табады, оны жалаң сөйлемдерге айналдырып жазады 3 балл. Сонымен барлығы 10 балл шықты. Енді алып болғаннан кейін, тексеріп болғаннан кейін оқушының әр критерий бойынша қай деңгейде екенін жазып, рубрика жасап ата-аналарға жібересіздер.